Бізде дәл осы жасыл аймаққа бір аймақ келсе болды достар, бір поворот ілінсе болды. Міне вот мына жерде бір поворот болған, мына жерде бір поворот болған. Разворот жасау үшін бір остановка қалдырып кеттім. Мына жерде бір остановка болды. Одан кейінгі остановка не істеді? Одан кейінгі остановка бір саты төменге қарай түскен. Одан кейінгі остановкадан ары қарай уже скопление басталып кетті. Мұндағы сары аймақтың ішіне баға ауысымдар болып кетті. Бірақ достар, мұнда қарайтын болсақ, бізде үлкен разворот болған. Мына жерде байқасаңыздар, бізде үлкен разворот болған. Бір айналым аймақ болып шыққан мына жерде. Біз соңындағы аймаққа біз поддержка аймағы деп дәл осылай белгілейміз достар. Вот. Енді достар, бұл жерде максимальный аймақ болғаннан кейін бірінші дәл осы жердегі мен сызған жасыл аймақтан бірінші свеча өту керек. Егер свеча бұл аймақтан өтпейтін болса, осы сопротивление аймағын тесіп өтетін болса, бұл жоғары қарай лонг позициясына қарай жол тартты деген сөз достар. Бірақ достар, алдағы уақытта біздегі астындағы объемға қарайтын болсақ, бізде үшінші объем екінші объемнан қарағанда өспеген. Бірінші объемнан қарағанда да дәл өспеген. Ол бір саты түсіп кетті. Бұл деген сөз не деген сөз достар? Тағы да ескерту жасап жатыр. Біз қазір тағы да скопление аймағындамыз. Мына қараңыздаршы, мына жерде мен белгілеймін. Өйткені достар, мына жерде скопление аймағы болған. Вот мына жерде скопление аймағы болған. Вот мына жерде бұл екі аймақ, екі скопление болған жерлер. Бұл бір рет осы жасыл свеча жоғары қарай ұмтылып көрді. Мына жерде бір рет ұмтылып көрді. Мына жерде қара свеча қарсы алды да ол жасыл свечаны. Мына жерден де тағы бір мүмкіндік көрді. Үшінші мүмкіндік көріп жатыр. Вот мына жерде тағы үшінші мүмкіндік. Енді достар, біздегі келесі бағыт бұл сатушылардың кезеңі болып тұр. Мұнда тұрған сопротивлениенің үстінен біз осы жерден өзіміздің поддержкамызды, минимальный поддержка аймағымызды жасап аламыз. Егер бұл аймақтан тесіп өте алатын болса, баға астына қарай аймаққа келіп тоқтайды. Мына жердегі аймаққа келіп тоқтап, разворот жасап кетуі мүмкін. Но не болмаса, мына аймақты тесіп өтетін болса, ол мына осы жасыл аймаққа келе жатыр. Осы жасыл аймақ максимальный аймақ деп аталады достар. Сделканы астына деп қарастыратын боламыз достар. Астына деп қарастырдым достар. Вот мен астына деп қарастырдым. Енді біз Pocket Option платформасына кіреміз. Міне мына жерде USD GPI деген тұрушы еді. Дәл осы жерден біз анализ жасаған едік. Астына деп біз қарастырған едік. Біз негізі кеш аштық. Бағада по-любом бізде астына қарай түсу керек. Ценовый скоплениенің уақытын қарасақ, бізде міне open price деп тұр. 143-те 679. Біз 2 минутке қарастырдық достар. 2 минутқа біз астына деп қарастырған болатын едік. 143-те 679 дейді. Енді біз мұнда Cotex платформасына кіріп өзіміздің қай уақытта ашқанымызды қарайтын боламыз. Так, мына жерде USD GPI деп тұр. Астындағы валютный параға мән бермей қойыңыз, ол басқа валютный пара. Вот бізде ашылған уақыт 143-те 695-те ашылған біз бұл жерде. USD GPI-да 143-те 695. 695 дегеніміз вот мына жерде. Вот достар, біз осы жерде сделкамызды қарастырған едік астына деп. Вот бізде қазір